Сәлем, кішкентай досым. Сен ертегіні тыңдауға қайта келгеніңе қуаныштымыз. Арнамызда осындай сиқырлы, жүрекке жылы ертегілер көп. Егер саған ұнаса, жазылып кетуді ұмытпа. Ертегі жалғасады. Тылсым қонақпен жүректегі жарық келесі таң атысымен-ақ балабақша іші ерекше жарыққа толды. Күн бұрынғыдан ерекше жылы нұрын шашып тұрды. Бәрі бұл күннің жай күн еместігін түсінді. Дәл түскі уақытта есік өздігінен сықырлап ашылып, ішке ұзын шапан киген, ақ сақалды, мейірімді жүзді қонақ кіріп келді. Балалар бір сәт үнсіз қалды. Сәлем, кішкентай данышпандар, деді қонақ жұмсақ үнмен. Мен ақыл мен мейірімнің елшісімін. Сендердің шын жүректеріңді көруге келдім. Менің 3 тапсырмам бар. Орындай алсаңдар, жүректеріңдегі жарықты барлық әлемге тарата аласыңдар. Бірінші тапсырма, кішкене көмектің үлкен қуат екенін дәлелдеңдер. Айлин бірден ойлап тапты. Қане, бәріміз ең кішкентай достарымызға көмектесейік. Киім киюге, ойыншық жинауға, сурет салуға көмектесейік. Балалар бір-біріне көмектесе бастады. Сынып ішінде қуаныш толып кетті. Екінші тапсырма, бір-бірінің жақсы қасиеттерін айтып, мақтап көріңдер. Бекжан бірінші боп, Айлин өте мейірімді және әрқашан көмектеседі, деді. Ал Бекжан нағыз дос, сенімді әрі сабырлы, деп Айлин жауап берді. Бір сәтте барлық балалар бір-бірін мақтап, жылы сөздер айтып, шынайы қуанышпен бөлісті. Үшінші тапсырма, барлығын бірге бір әдемі сөз айтасыңдар. Балалар ойланып тұрып, бірге хормен: біз мейірімді жүректер елі, деп айтты. Қонақ күлімдеп: сендер сынақтан өттіңдер, кішкентай батырлар. Мейірім, достық пен жүректегі жарық, бұл нағыз сиқыр, деп қолындағы аса таяғын аспанға көтеріп еді. Балабақша ауласында үлкен кемпір қосақ пайда болды. Сол күні балабақшадағы барлық балалардың жүрегінде жылулық пайда болды. Олар енді мейірім мен ақылдың қаншалықты күшті екенін түсінді. Ал Айлин мен Бекжан балалардың нағыз үлгісі болып қала берді. Қымбатты көрермен, осы сиқырлы ертегіні соңына дейін тыңдағаның үшін саған үлкен рахмет. Егер ертегіміз ұнаса, арнаға жазылып, келесі ертегілерді де бірге тыңдайық. Сен секілді ақылды, мейірімді балақайлар бізге қатты ұнайды.